Барлық қыз келіншектің өміріндегі маңызды кезең жүктілік және босану болып табылады. Эпилепсия диагнозы қойылған пациенттерге бала көтеруге және босануға кейбір дәрігерлер тарапынан шектеу қойылып жатады. Бірақ эпилепсия сырқаты бұл жағдайда басты қарсы көрсеткіш болып табылмайды. Бұл жерде маңызды ол эпилепсияның жиілігі және эпилепсияның түрі. Өте сирек жағдайда, мысалы ауыр эпилепсиялық ұстамалар кезеңінде бала көтеруге шектеу қойылады, немесе жүктілік болған жағдайда жүктілікті тоқтату ұсынылады. Эпилепсия сырқаты бар әйелдерді жүргізу бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші, ол етеккір басталуы жасөспірім кезеңі деп аталады. Екінші, жүктіліктің алды, яғни жүктілікке дейінгі дайындалу кезеңі. Жүктіліктің кезеңі үшінші кезең, және төртінші босану және емізу кезеңі. Алдағы уақытта әр кезең бойынша толыққанды ақпарат ұсынамыз.